давлениесі көтеріліп қажылық кезінде сондай бір жағдай болған. Әлгі кісі дәрігер қолынан қан алған, хижама жасаған, тағы бағанағы дәрісін берген, басқарған, сөйтіп анау кісіні бері қаратып алған ғой. Сен тұрғаннан кейін ренжиді дейді. Мен осында қалғым келіп жүреді, сен не істедің, бәрін құрттың ғой деп. Енді Алла қаласа қалады, бірақ енді бұл қалады екен, осылай дұға етті екен деп мына жақта көмек беру керек болған адам қарап тұрмайды ғой. Оның міндеті көмектесу, өзінің міндетін орындайды. Алла қаласа кетеді ары қарай, қаламаса еліне қайтады. Ана кісі тұрып алып ренжиді, сен не істедің, бәрін құрттың ғой, мен осында қалғым келіп еді, осы қажылық кезінде осы бағана ихраммен жүріп Алламен қауышқым келіп еді деп бәрі ренжиді дейді. Бір өзімді біреуді анау жәннаттың қақпасының алдында қуып жіберген адам сияқты бір кінәлі сездім, біртүрлі болып қалдым деп. Сол айтпақшы, жалпы ондай, яғни бір әдемі өлімді қалау ол макрух нәрсе емес. Әдемі өлімді қалау. Немесе әу ли хауфи фитнатин фиддин. Немесе дінінде фитнаға ұшырап қалудан қорқып. Алла тағала өзі бір дұғаларда келеді ғой. Алла тағала егер осы қауымға, елге бір фитнаны, сынақты жіберетін болсаң, сол сынақпен сынамай өзіңмен қауышуды нәсіп ет деген осындай мағынада келетін дұға бар. Енді қай риуаятта келетін Аллаху алам, бірақ сондай дұға бар жалпы.